Бірнеше ай бұрын кореялық бір жігіт қадам үшін ақша төлейтін қосымшаны тауып алды. Сен жай ғана жүресің, ал саған ақша түсіп отырады. Алғашқы бірнеше күн ол өзі адал жүріп көрді, бірақ кейін түсінді, мұндай қарқынмен ол пәтерге ақша жинағанша кроссовкаларын тоздырып алады. Бұл кезде оның басына бір ой келді. Ол фитнес білезікті мысығының мойнына тағып қояды. Мысық өте гиперактив болып шықты. Үйдің ішінде жүгіріп, жиһаздарға секіріп, бір тәуліктің ішінде ондаған шақырым жүріп тасайтын. Бір аптадан кейін жігіт тағы бірнеше білезік сатып алып, оларды барлық мысықтарына тағып қояды. Қосымша күніне 1000 шақырым көрсетіп тұрды, ал баланс күннен күнге өсіп отырды. Бірақ бір күні оған хабарлама келді. Аккаунтыңыз күдікті белсенділік үшін бұғатталды. Ол қолдау қызметіне жазып, мысықтың білезікпен жүгіріп жүрген видеосын жіберіп, бәрі адал екенін дәлелдеді. Алғашында компания ақша төлеуден бас тартты. Бірақ жігіттің заңгерлері ережеде тек адамдар ғана қатыса алады деп жазылмаған дәлелдеді. Содан бірнеше күннен кейін аккаунтты қайта ашып, барлық соманы төледі. Ол ақша Сеулдің шер жағынан бір бөлмелі пәтер сатып алуға жетті. Ал сіздерге бейнеролик ұнаса, лайк басып парақшаға тіркеліңіз.